Қайырлы күн балалар. Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Жақсы. Балалар, қазақтың қандай ұлттық ойындарын білеміз? Арқан тарту, қан талапай. Балалар, қан талапай ойын ойнау үшін біз Асқаттың атасына қонаққа барамыз. Асқаттың атасы бізге асық жинап қойыпты. Асқаттың атасы бізге қан талапай ойынның ережесін, қалай ойналу жолдарын түсіндіреді. Барамыз ба балалар қонаққа? Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыздар. Бүгін менің Асқат немеремнің достары келіпті. Қош келдіңдер. Жайғасып отыра қойыңдар балалар. Балалар, мен сендерге қазақтың ұлттық ойыны, қан талапай ойынның ережесін қалай ойналу керек екенін сіздерге үйретемін. Балалар, бұл қан талапай ойынына ойнау үшін асық керек. Мен Асқат немереме біраз асық жинап қойдым. Асқат немерем күнде үйде ойнайды. Мына ішінде қан асығы деген асық. Осыны кім жерге шашқанда алса, сол ойынды бірінші бастайды. Балалар, ойынды бастаймыз. Балалар, қан асығы кімге түсті? Қайыржанға түсіпті балалар қан асығы. Ойынды бүгін Қайыржан бастайды. Қайыржан, асықтарыңды тізе қой. Ойынды бастай қой. Қан талапай ойынында 13 асық тізбек бойына тізіледі. Сосын қан асығымен ойынды Қайыржан бастайды. Арадан лақтырып, асыққа тигізу керек. Түсінікті ме балалар? Міне, бүйтіп лақтырып тигіземіз. Қайыржан балам, ойынның ережесін түсіндің ба? Асықты лақтырғанда, надан бұлай ұстаймыз да, бұлай лақтырамыз. Түсінікті ме? Қайыржан, Асқатқа бере қой. Асқат ма лақтырып көр. Ал балалар, бүгін қан талапай ойыны ұнады ма сендерге? Балалар, бүгінгі ойын ұнады ма барлықтарыңа? Ұнады. Олай болса, балалар, біз Асқаттың атасына рахмет айтамыз. Балалар, бүгін қазақтың ұлттық ойыны қан талапай ойынның ережесімен таныстық. Және ол ойынды ойнап көрдік. Балалар, бұл ойынды ойнау үшін бізге асық керек екен. Балалар, енді біз үйге барғасын асық жинап, көршілерімізбен, достарымызбен, сыныптастарымызбен ойнап, қан талапай ойынның қалай ойналу жолдарын айтамыз достарымызға.